сөйтіп оның өлімін естіртуге ешкім дауаламайды. Сөйтіп кербұға күйші келеді. Кербұға күйші не істейді? Домбырасын алып күй тартады. Сол кезде айта ғой Ерғали. Ол кезде күйшінің қанға сенің балаң өлгенін домбырамен жеткізеді. Жошы-қан жатар, тез қарап, ол қиялданып жатар. Баласының өлгенін кім естіртеді деп, ол қиялданып ашуланып жатар. Сол кезде кербұға келеді дағы күй тарту арқылы оның баласының өлгенін хабарлайды екен. Яғни бұл жерде балалар күй арқылы нені естіді? Жошы-қан өзінің баласының өлгенін естіді. Сонда бұл жерде біз нені байқап отырмыз? Домбыраның құдіретін, күйдің құдіретін байқап отырмыз, балалар. Олай болса, домбырада жалпы тіл бар ма? Домбыраның тілі жоқ, ол адамның мінезін жеткізе алады. Көңіл-күйін, мінезін сөйтіп екі шекпенде жеткізе білді екен. Яғни біз домбыраның күйдің құдіретін осыдан түсінеді екенбіз. Қазір балалар, мен сендерге бір жұмбақ жасырайын, шешіп көріңдер. Қос қазық, екі желі, 8 ноқта, сөйлейді шежіредей адам соқса. Тағы бар, мінезі бір, таңғажайып, еш уақытта сөйлемейді адам жоқта. Ол не екен, балалар? Ол не екен? Ол домбыра. Шешуі домбыра, өте жақсы. Олай болса, балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз күй құдіреті. Күй құдіреті, яғни домбыра туралы екен. Олай болса, біз қазір дәптерімізді ашып қояйық дағы. Бүгінгі күнді жазып, қаңтардың 22-сі күй құдіреті деп жазып қояйық. Қаңтардың 22-сі күй құдіреті. Әдемілеп жазамыз. Түзіп отырамыз партада. Түзіп отырамыз. Жаздық па? Жасы балалар жылдамдатайық. Күй құдіреті. Жақсы, олай болса оқулықтың бетін ашамыздағы 54-ші сабақ 17-ші беттегі күй құдіреті мәтінін оқып шығайық. Күй құдіреті мәтінін оқып шығайық. Дауыстап Жанәли оқи қой. Бірде Фараби әмір сарайына барыпты. Онда әкімдер, ғалымдар, өнерпаздар көп жиналған екен. Қыпшақтарша киінген Фараби елеусіз ғана бір шеттен орын алады. Ол өзі жасап алған домбырасымен күй тартса, жұрттың бәрі күліп, мәз-мейрам болады. Енді бір күйін тартқанда әлгілер қамығып жылай бастайды. Және бір күйін тартқанда бәрі маужырап ұйықтап қалыпты. Фараби бұл күйлерді тартқан Қыпшақ Әл-Фараби деп хат жазыпты да өзі сарайдан шығып кетіпті. Әмірші оны қанша іздесе де таба алмапты. Жақсы. Балалар, мәтінді оқып шықтық. Жалпы мәтін сонда кім туралы? Әл-Фараби туралы. Жақсы балалар, біз жалпы Әл-Фараби туралы не білеміз? Бұрынғы біз өткен сабақтардан да танысқанбыз. Жалпы Әл-Фараби деген кім? Әл-Фараби деген кім? Әл-Фараби бұл математик, философ, домбырашы. Тағы да қандай салаларға үлес қосқан? Ол математик, философ, астрономик, сосын музыка, сосын физик. Отырар қаласында дүниеге келген. Дұрыс айтасыңдар, ол кісі тек қана бір салада ғана емес, музыка, математика, физика, астрофизика салаларында дағы
150-ге жуық трактат жазған екен. Жақсы. Олай болса, енді осы кісі Әл-Фараби бұл жерде не істеді? Күй тартты. Ол күй тартқанда қандай әсерде болды адамдар? Фараби ең бірінші күйін тартқанда бүкіл адамдар мәз болған. Ол екінші күйін тартқанда бүкіл адамдар жылай бастаған. Үшінші күйін тартқанда адамдар ұйықтап қалған. Неге олар үйтіп жылады, біреулер ұйықтады? Қалай ойлайсыңдар, Мариям? Олар себебі күй олардың эмоциясын, мінезін өзгертті. Домбыраның тілі жоқ, тек ол адамды жылатады, көңілді көтереді, сосын ұйықтатады. Жақсы. Таныман сөзбен не айтасың? Домбыраның тілі жоқ болса да екі шегімен адамның мінезін жылатады, немесе күдіктеді, немесе ұйықтатады. Яғни бұл жерде біз ненің құдіретін көріп тұрмыз, балалар? Домбыраның, күйдің құдіретін көріп тұрмыз. Домбыраның тілі жоқ болса да, ол сол екі шекпен әртүрлі күйге енгізді, адамдар. Кейбіреулерді жылатты, кейбір кездерде күлдірді екен. Яғни тек қана сөйлеу ғана емес, яғни домбыраның тілімен де адамдардың көңіл күйін жеткізе біледі екен. Жақсы, қазір балалар, енді осының ішінде балалар, біз сөздік жұмысы бар екен. Сөздік жұмысы қыпшақ деген сөзді қайда білеміз бе? Жалпы қыпшақ деген сөз нені білдірген? Ол рудың аты. Одан кейін құдірет деген сөзіміз жалпы бізге таныс па? Құдірет деген сөз таныс емес, ол неменен білдіреді? Күшті, қасиетті деген сөздерді білдіреді. Ендеше дәптерімізге түртіп алайық. Осы екі сөздікті жазып алайық. Көшіріп, дәптерге. Екі сөздікті жұмыс жасаймыз. Жылдамдатып жазайық. Түзу отырамыз, партада балалар. Жазып болып па? Сонымен қыпшақ дегеніміз не екен? Қыпшақ дегеніміз? Қыпшақ. Қыпшақ дегеніміз рудың аты. Одан кейін құдіретті дегеніміз? Ислам? Күшті, қасиетті. Күшті, қасиетті деген сөз. Жақсы. Жақсы, олай болса балалар, дәптерімізді жауып қоя тұрайық. Біз қазір келесі тапсырма, мен әрбір топқа тапсырма бердім. Топ басшысы алып, кішкене тапсырманы ақылдасып оқып қойыңдар. Топтың жұмыс берілді, соны оқып, дәптер қағазы бар, ақпарат соған жаза бастаймыз тапсырмаларды. 2 минут уақыт беріп жылдамдатамыз. Тыныштық сақтаймыз. Тапсырма атау оқыңдардағы жазыңдар жылдам. Күй түрлерін атау, қандай күй түрлері бар? Жылдам. Уақытты кетірмейік. Жылдам жазамыз.